Бүгін күндегіден де ерте тұрды. Жұмысқа бару керек. Бөлмесіндегі киім шкафынан көйлектерін ала отырып мұңға батты. Өзіне де, Нұржанға да ұнайтын көгілдір көйлегін киді. Осы көйлегін кигенде Нұржан: «Сәулем, сен қандай сұлусың, үстіңнен үнемі осы көйлегіңді тастамашы» деп қолқа салатын. Енді сол сөзді кім айтады? Қайран Нұржаным. Сұлушаштың көзінен мөлдір моншақтар тамып жатты. Өз-өзін ұстай алмай төсегіне құлай кетті де көз жасына қайтадан ерік берді. Сұлушаш ол кезде небәрі 17-де еді. Мектеп бітірді. Оқуды жалғастырайын деп еді, ауру шешесі мен екі сіңлісін кімге тастасын? Еңбекке араласып кетті. Міне сонда жүріп Нұржанмен танысқан. Нұржан Астанада үлкен бір институтта дәріс береді екен. Ғылыми еңбекпен шұғылданып, өз ауылының жер байлықтарын тексеруге келіпті. Киіктің лағындай сұлушаш Нұржанның жүрегіне шоқ тастайды деп кім ойлаған? Екеуі тез тіл табысып кетті. Сұлушаш Нұржанға кей шөптерді өзі апарып беретін. Уақыт келе, екеуінің арасындағы сыйластық махаббатқа ұласты. Мерзімі бітіп Нұржан өз ауылына кетерде, Сұлушаш мүлдем жалғыз қалатындай болды. Нұржан да қыз жанын түсінді. Сұлушаштың ештеңеден жасқанбайтыны, ауыл өсегіне пысқырып қарамайтыны, ақ көңіл сенгіштігі ұнап еді. Амал қанша, Астанада да сарғая күтіп отырған жары, балалары бар. Соңғы түн. Нұржан бар шындықтың бетін ашты. «Сәулем, не десең де көнемін, ағаңды кінәлама. Мен үйдегі жарымды анам үшін алғанмын. Ол кезде 22-дегі бойдақ жігітпін. Анам ауылдағы балық зауытында жұмыс істейтін. Күтпеген жерден, бейнеттен тапты ма, аяғын баса алмай мешел болып қалды. Астанаға алып кетуге қаражат жоқ. Облыстағы дәрігерлер: «Бар көмегімізді жасадық, енді ештеңе істей алмаймыз» деді. Жағдайыма байланысты сырттай бөлімге ауыстым. Мен кетерде апама алыстан қосылатын ағайындарымыздың қызы әдемі келді. Мен келгенше анамның қасында болуға келісті. Келген соң анам: «Балам, мен риза болсын десең, әдеміні өзің жар қыл» дегені. Ана сөзін жерге тастай алмадым. Ұнатпасам да анам үшін ұнаттым. Келесі жылы оқуымды күндізге ауыстырдым. Ал әдемі болса, анамды 8 жыл күтіп, бәпелеп бақты. Сөйтіп жүргенде 2-3 балалы болдық. Маған бәрін ұмыттырған балаларым еді. Анам 8 жыл төсек тартып жатып қайтыс болды. Ел ішінде, ағайын арасында арулап, ақырғы сапарға аттандырдық. Сәулем, өткен күннің әңгімесін саған айтуым да әбестік шығар. Күндердің күнінде шындықты естисің ғой, одан да өзіммен естісін деп жатқаным. Өзімнің алғашқы танысқаннан өмірі бастан кешпеген сезім пайда болды. Сені көрмесем тұра алмаймын. Кешір ағаңды. Қолымнан келгенше сені қамқоршың болайын деп ағынан жарылды. Нұржан екі оттың арасында қалғанын енді білді. Астанадағы жары, балалары ше, оларға не дейді? Мейлі барған соң әдеміге айтармын деп ойлады. Ол да адам ғой, мені түсінер. Ал Сұлушашты ұмыту, жүрегінен алып тастау мүмкін емес еді. Сұлушаш болса, не жауап қатарын білмеді. Кішкентайынан ауылда туып ерке өскен қызға бұны есту оңайға соқпады. Сұлушаш қара бет болып жер басып жүргенше өлсем деп те ойлады, бірақ өле алмады. Сөйтіп жүргенде жаңа жыл мерекесіне арнап құттықтау хат пен посылка келді. Сонда осы көгілдір көйлекті сыйға тартқан. Қанша рет қыз керек емес десе де, Нұржан өз көмегін аямады. Сұлушаш та Нұржансыз тұра алмайтын күйге жетті.
Астанадағы институтқа түсіп сырттай бітіріп алды. Аудандағы да бір мекемеге кіші басшы қылды. Нұржан Сұлушаштың алдында кішкентай баладай жүгіріп қызмет жасады. Кім білсін? Нұржан мен Сұлушаш осылай өмірдің қызығы мен махаббаттың буыны мас болып жүре берер ме еді? Қыз қуанышы қайғыға айналды. Күтпеген жерден Нұржанның қазаға ұшырауы Сұлушашты күйретіп кетті. Одан бері де міне 13 жыл өтіпті. Сұлушаш сол баяғы қызметі, ешқайда бармайды, қыдырмайды. Үйге келіп Нұржанмен жүрген күндерін сағына еске алады. Еске ала отырып тағдырына налиды. Неге мен Нұржаннан бала көтермедім? Ең болмаса, қасымда өзі болмаса да, көзі қалатын еді ғой деп ойлайды. Алғашқы жылдары жастықтың буыны бала көтермегеніне қуанды. Алғашқы жылдары бір-екі рет Нұржан айтқанда, өз балаларыңды бағып алсайшы деп тыйып тастаған. Содан кейін бала туралы Нұржан аузына алмаған. Енді міне жалғыз қалды. Құдай-ау, не жазығым бар еді. Бәрін қайтадан бастағысы-ақ келеді. Бірақ жүрегіне шоқ тастап, өмірінің бар қызықты шағын бірге өткізген Нұржанды ұмытуға шамасы жетпейтіндей.